Архонттар туралы. Мен мың жүзді құдайлардың бірімін, бірақ сендер ай. Тек менің жақсы жағымды көргілерің келді ай. Сол үшін мен жақсы болып жүрдім, неге десеңдер ай. Маған сенген адамдардың үмітін ақтаймын деп жүрдім ай. Мен сайтандарда болып түстеріне ендім ай. Сендер жаманнан аулақ болсын деп қорқытып жүрдім ай. Сендерді көре алмайтындарды саған сол керек дегіздім ай. Архонттарды пайдаланып, сендерден сұрақ жауап алғыздым ай. Ал сендер мені тек бір жақты ойлайсыңдар ай. Бірақ мен жаманға жаманмын, мен жақсыға жақсымын ай. Сендер өздеріңді жақсымын деп жаманнан бөлектенесіңдер ай. Бір жағынан ол да дұрыс, жаманды жою қолымнан келеді ай. Бірақ архонттар жаман да болса, қазір балдарым ғой, не қылайын ай. Тек олар демурктан таралған демесеңдер ай. Бір кезде олар менің ризалығыма қарсы іс қылғандар ай. Мен оларға қарсы болған болсам дағы ай. Бірақ керек болған сон космос пен аспанға ай. Ол да бір өмір екен, сіңіп кетеді екен өмірге ай. Аспанға керек нәрселер олар жойылмайды ай. Космос пен аспан қатыспай, еш нәрсе пайда болмайды ай. Архонттар қулықпен адамдардың таза ойларын ай. Қара ойларға айлантыратындар ай. Олар анда-санда еккен егінін орып алуға келетіндер ай. Мен архонттарды пайдаланамын, неге десеңдер ай. Кез келген жандар істей алмайды олардың жұмыстарын ай. Олар өздерін істерін өздері білетіндер ай. Олар өздері ыластап адамдардың таза ойларын ай. Олардан шыққан қара энергиямен азықтанатындар ай. Сонымен өздері аспанның ауасын тазартатындар ай. Мен бәріне көнемін, олар керек болса ай. Аспанға, жерге, табиғатқа ай. Бірақ мен сендерді де адамдар ойлаймын ай. Біз әрине жоқ қыла алмаймыз бәрін бірден ай. Жерде де бір-бірін жейтін айуандар толып жатыр ай. Ал сендер олар бір-бірін жейді деп оларды жоймайсыңдар ай. Мұның бәрі космостың заңымен жүріп жатыр ай. Жерде не болса, соның бәрі аспанда болып жатыр ай. Ал архонттардың кеуделерінде жаратқан иеміздің оты жоқ ай. Сондықтан олар адамдардың энергиясымен пайдаланатындар ай. Архонттарды егер сендер қаламасаңдар ай, өздеріңді жаман ойларыңнан тазартыңдар ай. Оларды қара оймен азықтандырмаңдар ай. Бірақ адамның көңілі таза болса, қорқатын себеп жоқ деймін ай. Енді сендер бәрін білесіңдер, жаман жақсы айырмасын ай. Сендер енді бір-біріңді түсініп келе жатырсыңдар ай. Деп бәрі жаратқан иеміздің жаратқаны ай. Бір нәрсенің екі таманы екендеріңді ұмытпаңдар ай. Күн мен түн, ақ пен қара, жақсы жаман десеңдер ай. Олардың да арасында неше түрлі реңдер бар дейсіңдер ай. Олардың ажыратып болмайды бір-бірінен ай. Олардың әрқайсысы қараяды да, ағарады да ай. Әрқайсысы өз сатысында, өз уақытысында ай. Ал жақсылар тек өздерін сияқтылармен қатысындар ай. Ал жаман ойлы адамдар өздерімен болсын ай. Осымен екі жақты өмір сүріп, тыныш боласындар ай. Ал мен мынау түн, мынау күн деп ажыратпаймын ай. Әрқайсысы көп те болса, аз да болса өз орнында ай. Мынау көп, мынау аз ғой демеймін ай. Асқа тұзды салғандай, бұл аз деп бір қап салмайсыңдар ай. Бір-біріне қарсы тұрып таразы болады жақсы жамандар ай. Ал адамдар архонттардан қорықсаңдар ай. Олар біздің энергиямызды сорады десеңдер ай. Бірақ адамдар өздері біле бермейді екен ай. Оларға қара энергиясымен өздері азық беріп жатқандарын ай. Адамдар архонттарды өздері қара оймен бақпаса ай. Олар өздігінен құрып кетер ме еді ай.
Ал біз олармен күресіп келе жатырмыз-ай. Адамдардың ойларын тазартып жатырмыз-ай. Әлемде қара күш пен ақ күштердің соғысы болып жатыр-ай. Адамдар, кеуделеріңде бәрінің сендердің-ай. Жаратқан иеміздің оты бар деймін-ай. Әрқашан сендер соны өшірмей жүріңіздер-ай. Деді жаратқан иеміздің сөзін айтып, көп құдайлардың бірі-ай.